өнер институтында оқи жүріп өзім эстрадалық жобаларымды жасай бастадым. Термелер жасай бастадым, ең алғаш эстрадаға лайықтап. Содан 91 жылы Азия дауысына қатыстым. Азия дауысына қатысқаннан кейін ары қарай өнерге біржолата бет бұрдым. Ары қарай продюсер болдым, жалпы шоу бизнеспен араластым. Осы Қазақстанда алғашқы АБК тобын құрдым. Алғашқы тарихында, қазақ тарихындағы тұңғыш клип «Тамшылар» болатын болса, ол жалпы тұңғыш клипі, Қазақстандағы ең бірінші жасалған клип. Сондықтан мен ең бірінші продюсер болдым. Бірақ өзім іштей бірінші продюсер деп ойлайтын кісім ол Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз. Сол кісінің жасаған жұмыстары, жалпы қазақтың мәдениетін жасаған үлкен-үлкен ірі жұмыстары осы уақытқа дейін жалғасып жатыр. Оның бір Гүлдер ансамблі болатын болса, оның қасынан ашылған көптеген жаңағы оқу орындары, оқу ұжымдары. Сондықтан жалпы бірінші продюсерлік жұмысты салаға қойған ол Өзбекәлі Жәнібеков еді, сол ағамыз еді.